Қыркүйектің айсыз салқын таңында зодиак жарығын іздеуге мүмкіндік бар. Бұл көкжиектен жоғары керілген үшбұрыш не конус пішінді әлсіз жарық бағанасы. Оны наурыз бен қыркүйектегі күн теңелуі кезінде бақылау оңай. Зодиак жарығы планетааралық тозаң бұлтынан шағылған күн сәулесі. Тозаң күн жүйесінің ішкі бөлігін негізгі астероидтар белдеуінің бергі шекарасына дейінгі аймақты толтырып тұр. Қыркүйекте солтүстік жартышардағы бақылаушылар зодиак жарығын таңғы елең алаңнан 1 сағаттай бұрын шығыстан іздегені жөн. Оңтүстік жартышар тұрғындары кешкі іңірден кейінгі сағатта батысқа көз тіксін. Наурызда керісінше аспан қараңғы болған абзал, ал биыл қыркүйек соңында таңда ай жоғалады. Сөйтіп солтүстікте зодиак жарығын байқау оңайлайды. Тозаңның көп бөлігі қазір күнді планеталармен бір жазықтықта айналады, сондықтан бұл күн жүйесінің дискіне қарағанмен тең. Тозаңның бірнеше қайнар көзі бар деп саналады. Кометалар, Марс пен астероидтар. Астероид демекші, жақында солардың бірін осында жерде талдай аламыз. Осы айда НАСА-ның OSIRIS-REx миссиясы Бенну астероиды затын әкеледі. 2020 жылы 20 астероид бетінен тас пен топырақ үлгісін алған ғарыш аппараты қазір үйге қайтып келе жатыр. Ол жерге жақындасымен тастайтын үлгі салынған капсула Юта штатына 24 қыркүйекте қонады.